Бір күніңізді толықтай түсіріңізші деген қыздарға. Таңертең әдеттегідей уақытта тұрып үйдің алдын тазалап аламын. Мен тұрып үйдің алдын тазалайын деп жүрген кезде бала-шағам да оянып қалады. Үйдегілердің шай тамақтарын беріп, басқа да жұмыстарыма кірісемін. Көпшілік қыздардың айтуыменен лайфхак түсірген болатынмын. Қыздар, сіздер аптасына неше рет холодильниктің ішін тазалайсыздар, немесе айына? Мен аптасына бір рет осылай тазалап шығамын. Біраздан бері қалып кеткен заттардың барлығын алып, керегін пакеттерге салып қойдым. Мына сәбіздерге обал болды. Ішінде біраздан бері тұрған сүтті шығарып, түйені де шығарып қойдық, компот жасаймыз. Ішінде тұрған еттердің барлығын алып осылай жан-жаққа бөліп қойдым. Мына жерде 4 бөлікке бөлдім. Бешбармаққа, палауға, сорпаға. Негізінде фарш жасау керек болған, фаршты ертең жасаймыз. Бүгін бізде бешбармақ, оған ет алып қалдым. Баклажан тураған болатын, оларды пакеттерге салып қойдым. Менде қысқа дайындық. Міне менің алма мен шиеден жасалған компотым. Сосын әрине ет. Күннің ыстығында терлеп отырып ет жеп алдық. Менің компотым осындай болып шықты. Етпен бірге отырып компотты ішіп алдық. Тамақты беріп, газының үстін жуып алдым. Мен деген газдың үстін күнде жуам, соның өзінде кір болып кете береді. Қыздар, бір ырым бар екен да. Газдың үсті таза болса, ақшам көбейеді деген. Сол рас па екен? Сондай ырымды кім естіген? Негізінде ырым өте көп қой. Бірақ мен ырымға мүлдем сенбейтінмін. Ал дәл қазіргі уақытта сенбеске амал жоқ.